Қайырлы күн, менің атым Назерке, мен сана орталығының негізін қалаушылардың бірімін. Маған ең жиі қойылатын сұрақтардың бірі, сіз қалай барлығына үлгересіз? Яғни, жанұяңыз бар, екі балаңыз бар, сана орталығы бар, кездесулерде жүресіз, YouTube каналын жүргізгіңіз келеді, видеосъемкаларда жүресіз деген секілді. Яғни, бұның барлығына үлгеру ол ондай аса бір қиын немесе бір құпия зат емес. Ол кез келген адамның қолынан келеді. Ең бастысы уақытты тиімді пайдалана білу. Және дәл осы курс мен өзімнің тәжірибемнен алған және жалпы осы уақытқа дейін 21 ғасырда нағыз жұмыс жасайтын техникалармен осы курста сіздермен бөлісетін боламын. Курс қалай өтеді? Курс 5 сабақтан тұрады және әрбір сабақты сіз аптаның соңында алып отырасыз. Не үшін әрбір сабақтың арасы өте алшақ? Себебі бұл теориялық курс емес, бұл міндетті түрде практикада, тәжірибеге, өміріңізге енгізетін техникалардан тұрады. Яғни бірінші сабақты алсаңыз, келесі сабақты алғанға дейін бір апта бойы сіз бірінші сабақта берілген барлық техниканы өміріңізге енгізуіңіз керек. Жалпы ешқандай су болмайды, қосымша ақпарат немесе бір қажет емес ақпараттар емес, тек қана нағыз қысқа да нұсқа қажетті техникалар ғана беріледі. Бұл курс кімдерге арналған? Егер сіз бірнеше жұмыста жүріп, қатты шаршап, немен айналысатынды білмей, немесе уақытыңызды қайда жеткізетіңізді білмей қиналып жүрсеңіз, онда бұл курс сіздер үшін. Немесе сіз жұмыстан шаршап, енді бір кішкене демалып, бір өміріңізді басқаша, немесе жұмыстан тыс тағы да басқа нәрсемен айналысуға уақытыңызды таба алмай жүрсеңіз, онда бұл курс сіздерге үшін. Егер курстың өзіне нақтылап тоқтайтын болсақ, нақты біздің уақытымызды не ұрлайды, кім ұрлайды, соған тоқталатын боламыз. Одан басқа уақытты қалай өзімізге көндіреміз, яғни уақытты жұмыстарды тек қана список арқылы емес, қайда басқа да нұсқалары бар, соны үйренетін боламыз. Одан басқа жетістікке жеткен адамдардың уақытты қалай өткізеді, олар қалай барлығына үлгереді, соны да міндетті түрде анализ жасап шығамыз. Және де біз керісінше нәтиже алу үшін, көбірек жұмыс жасау керек деген ұғым қалыптасып қалған. Ол өкінішке орай дұрыс емес және де миф болып табылады. Біз көбірек жұмыс жасау арқасында емес, керісінше ол көп жұмысымызды нәтижелі тиімділікті арттыру арқасында аз энергия, аз уақыт жұмсай отырып, біз үлкен нәтижені көрсете аламыз. Сол туралы да айта алатын боламыз. Одан басқа, енді біз нағыз қазір 21 ғасырда бәріміз асығыс, жаңа бір технологиялар пайда болып жатқан кезде, ақпараттың көзі деген өте көп болған заманда, қаншалықты қалай асықпай, керісінше барлығын тоқтап, керек затымызды алуға үйренетін боламыз. Яғни бақытты сәт деген ұғымды да міндетті түрде оған да тоқталып өтеміз. Жалпы курс осы туралы болады. Міндетті түрде бұл қажет екенін білгендіктен мен бұл курсты жасап жатырмын. Сондықтан сіздерді ең алғаш бірінші сабақта күтетін боламын.